Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір керемет 100% нәтижесін беретін пайдалы кеңес дейсіздер ма, лайфхак дейсіздер ма, осындай ас үйдің майланып қалған, осындай кір болып қалған сүлгілерін тазалаудың өте оңай әдісін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін өткізбей қараңыздар, түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Бізге осындай чистый трубы деген, яғни трубалар тазалайтын осындай средство қажет. Кез келген түр бола береді. Бұның негізі түрлері көп қой. Яғни біз бұны крот деп те атап жатамыз. Осыны аламыз да ыдысымызға азғантай порошок саламыз. Кәдімгі кір жуатын порошок, кез келген түр бола береді. Осындай біздің труба тазалайтын средствомызды ашып, тең жартысын саламыз. Егер сіздерде жуатын сүлгілеріңіз көптеу болса, тең жартысын осылай салыңыздар. Егер аздау болса, 3 бөліп қолдансаңыздар да болады. Осыған қайнап тұрған су құямыз. Суларыңыз міндетті түрде қайнап тұрған ыстық болу қажет. Сүлгілерімізді сал жереміз да, үстінен суды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл сынаудан өткен, мен біраздан бері қолданып жүрген өзімнің әдіс тәсілдерімнің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мүмкін біреулеріңіз білетін де шығарсыздар. Сосын осындай үйде шеттері май болып қалған осындай ыдыстарыңыз болса, батырып қойсаңыздар да болады. Жылдам кететін болады. Енді бұны бұған мынандай сеткаларымыз бар ғой, шеттерінде май кіріп қалады да, оны жуып тазалап алу қиындау болады. Осыны батырып қойсаңыздар, мүлдем бір жуғаннан, губкамен, феримен бір жуып алғаннан кетіп қалатын болады. Енді осыны бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Бетін міндетті түрде жабамыз, ұмытпаңыздар, 1 сағатқа қалдырамыз. Ровно 1 сағаттан кейін ашып көреміз. Міне, қараңыздар, қандай қап-қара су шықты. Міндетті түрде бірінші қолымызды батырмас бұрын перчатка киеміз. Бұл қатты ескеретін жайт, әйтпесе қолдарыңыздан айырылып қаласыздар. Міндетті түрде перчаткамен жұмыс жасаңыздар. Бұл қанша дегенмен средство. Сол үшін әсіресе қолды жаман қылып тастайды. Сол үшін міндетті түрде перчатка киіңіздер. Міне, осындай батырған біздің ыдыстарымызды әшейін қолмен ысқаласаңыздар да осындай кетіп жатыр. Губкамен, феримен бір жақсылап жуып аласыздар да мұздай суға шайыңыздар. Сол кезде ешқандай иіс қалмайтын болады. Біздің сеткамызда әдем болып ағарып шығады. Енді ең бастысы сүлгілеріміз. Қараңыздар, қандай труба тазалаған секілді қап-қара су, қап-қара май шықты. Бір осылай байқасаңыздар, осылай бір сыққаның өзінде біздің сүлгілеріміз қандай әдем болып ағарып шыға келді. Енді осыны кір сабымен жуыңыздар, міндетті түрде. Кір сабымен жусаңыздар, одан әрі реңі ашылып, әдем болып шыға келеді. Мінеке, мен кір сабымен жуып алдым, мұздай сумен шайдым. Қараңыздар, сүлгілеріміз осындай әдемі болып, әппақ болып шықты. Бағана басында сіздерге көрсеткен кезде қандай адам қорқатындай болып кір болып жатыр еді. Мен видеоға түсіру үшін арнайы жумай, сіздерге көрсету үшін күтіп жүрген едім. Әбден кірлесін деп, міне әдемі сүлгі болып шыға келді. Ең бастысы бұл средство сіздердің сүлгілеріңізді, осындай киімдеріңізді ешқандай түсін жоғалтпайды. Оны міне осы сүлгіден байқасаңыздар болады. Міне ешқандай түсін бір-біріне араластырып немесе бір-біріне жоғып қалған жоқ. Өз түсін өзі сақтайды. Ешқандай біздің жуатын киімдеріміз болсын, осындай майлы бір болады ғой, рабочий киімдер, немесе осындай сүлгілер болсын, ешқандай зиян тигізбейді. Қорықпай қолданып көріңіздер осы лайфхакты, пайдалы кеңесті. Егер ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазыңыздар.